Үмітсіздік тұрмыш жерде. Менің қатты арманым негізі тоже жетімдерге көмектесу мен сияқты. Бірақ та ондай адамдар көп бар мен әлі кешен өзім жұмыс істесем де соларға көмектесіп тұрмын. Потому что ол менің басымнан өткен. Осылар мен де сияқты әкесі жоқ, қыздар болса, не болса. Ол айтады маған, уайымдама жаным, ылғи жаныңда боламыз. Мен сені ешқашан тастамаймын. Солай айтады. Тастамайды ғой. Өзі айтты ғой, нетпейін деп тастамайын деді ғой. Туғаннан солайын дұтчапа. Бұлтыр бәрін өрттіңіз. Сізде сол жақта контрактура бар ғой. Тамағыңызды көрсете олыңыз, аузыңызды ашып көрсетіңіз, тіліңіз шығарыңыз. Аха, все болып, жауыңыз. Эндокринологта учетта тұрмайсыз ба? Басыңыз тура ұстаңыз. Учетта тұрмайсыз ба эндокринологта? Жоқ. Мынау рецепт сізде. Артында вот гимнастика для глаз. Нистагым болса, осыған жайлап жасау керек. Нені жақсы ма? Но сізде рецепт обычно всегда артында жүреді. Коррекция сонымен бірге. Көп подружкаларым айтады, біздің күйеуіміз ішеді, бізден тығады, жүреді. Қақын таптың сондай тауып берші дейді ғой. Мен айтам, ондай біреу қана болған, менде ғана деймін, басқа ешкімде жоқ. Күйеуім тақсарам, жақсысын айтып, сол үшін мен оны ешкімге бермеймін, ол менің. Ешкімге сөйлетпеймін да, ешкімге бермеймін да. Ол деген жан, ұрсуды білмейді ол деген жан. Басқа жұмысқа ауысқым келеді, образованием жоқ, білмеймін. Негізі поварларға көмектескім келеді, повардың көмекшісі болғым келеді. Тамақ жасаған жақсы көремін. Бірақ та оған зрением нашар, бір көзім көрмейді. Бір көзім 30% көреді. Сол үшін посудомоечница болып жұмысқа кірдім. Мамама рез бар, кішкентай кезімнен тастап кетті. Менің әке-шешем жоқ. Менің туысқандарым ешқайсысы қабылдамағанды көрмеген де әлі. Менің әкем, менің шешем, мен кішкентай кезде мен тастап басқа біреуге байға тиіп кеткен. Әкем қайтыс болған 2000 жыл. Мен әжем қолында өскен едім. Әжемнің үйін ағалары тартып алғаннан кейін мен алдап общественный үйіне жіберді, үлкен общественный үйіне. Сол үйде тұрып тұр, бұлар үй алған кезде сен үйіңе қайтып келесің деп. Олар алды да ол үйді сатып жіберіп, қыздарына үй әперді. Қыздарына үй әпергеннен кейін мен базарда сол кезде оқудың қатындары жаман еді. Тамақ піскен кезде бар үйіңе бар деп, мал шығар деп, өздері тамақтанып алып. Бір кезде тамақтарын қызарып, үйден қуып жіберетініз. Сонан кейін мен кетіп қалдым Астанаға. Бір өкінетін әке-шешем, шешем тірі, басқа біреуге байға тиіп кеткен. Бірақ та мен мама деп атамай-ақ қой, өзіңмен өзің өмір сүре бер, мен басқа семьям бар деді. Содан кейін көрген жоқпын шешем. 25 жасымда бір көргем. Онан кейін 30-ға толған кезде шешем звондаған маған түнде, ішіп алып. Сен мен қызым болсаң, менің келіп маған аяқ қол машина алтын әпересің. Сол кезде мен сен қызым деп қабылдаймын деп. Содан кейін болды. Жоқ, байланыс одан. Звондап тұрмаймын. Ондай шешем керек емес, уже аяққа тұрған кезде, кішкентай кезімде керек болмағанда. Мен сол кезде оған рұқсат сұрақ қойдым. Мен сен жалғыз қызың бар екен білесің. Күйеуің қайтыс болғанда не осы қызым кімнің қолында қалады, не істеп жатыр деп ойламадың ба десем. Жоқ, туысқандары сені бермеген маған, содан кейін мен сені ойламадым дейді. А туысқандар мен мал сияқты бәрі. Аняқа қуып, мыняқа қуып. Мамка ғана бар, бабка жоқ. Бабка қайтқан бабка. Маманың жоқ менікі. 9 жыл неттім, сабақ бітірдім, 9 жыл оқыдым, одан оқыған жоқ болдаған. Оқыған жоқпын. Ешқай жерде алмайды мен. Мені ешқай жерге алмайды. Осы
істеп жатырмын, болды. Кірлерімді жуып, міне сенің формаң, мынау таза, мынау кір деп бәрі маған істеп отады. Көзім көрмей қалып, бірдеңе таппай қалсам, жүгіріп кеп азанда. Міне деп қасыма. Не іздеп жатсың деп. Уже қимылымнан сезеді ол менің. Не істеп отыр. Осы бір квартираны екі семья жалдамалы үйде жалдап тұрамыз. Осы жерде тұрамыз. Неғылып бәріміз. Сестренкамның бала шағасы бәрі, иә? Болмайды ғой, сәбесі. Болмайды сол сәбе. Кішкентай. Болады дейді, аласы болады дейді. Қашан екен. Сонымен бала туға болмайды деді. Сен туатын болсам, сен бала сүйесің деді маған. Бірақ та сен өмірде жоқ боласың. Балаңды көре алмайсың деді. Көріп бастайын, баласымен жүріп, көрескен сондай, немді сондай болғым келеді деп, берісті деп, сондай. Менде де кішкене болса, баланы алып шығып, қыдырып. Баласы енді бар әйелдің арманы шығар, өзінің баласы болған. Міне, осыда демаламыз, обед. Бала асырап алу ойымызда болған, бірақ та бізге бермейді ғой. Бізде біріншіден үй жоқ, екіншіден ЗАГС жоқ. Ол үшін үй болу керек екен тексеріп. Негізі арман болған сондай. Күйеуімде айтқан асырап алайық деп. Ана жылы былай сәл неғылғамыз. Бір қыз бар екен, көтеріп қойып, сол қызымды саған беріп кетейін, туып кетейін, отказ жазамын деп. Оны мен анамен сөйлестім, мынамен сөйлестім. Вообще келмейін, больницадан өзің алып шығып кетесің деп. Өтініш алып қаш, ол бала маған керек емес деп қанша жалынды. Қазір сол бала 1 жасқа толып қалатын еді. Аламадым. Ол отказ жазғанмен врачтағылар маған бере қоймайды. Потому что мен денсаулығым жоқ екен, біліп тұр ғой, например, зрением нашар екен. Ол ешқандай адам баласын беріп қоймайды ғой. Еще квартирада тұрам. Квартирада қиналып қалады ма дедім. Ары көшіп, бері көшіп, өзіміз қиналып жүргенде. Жолым да болмады, ештеңке болмады. Ақырында ішіп жүрмін. Бірақ та өкінбеймін ештеңкеге. Аллаға шүкір, қолым бар, аяғым бар. Біреуден бір тұрам, нан сұрамаймын, Аллаға шүкір. Ешқайсына жалынбаймын. Соған өтеге қуаныштымын. Сол қалада тұрған екен, сол жұмыс істейміз квартираға, тамаққа, даже өзіміздің арманымызды орындауға да жетпейді. Орындалатын шығар.